просто бірден бастап әңгімені бастап кете бересің ғой былай. Осы тұрғанда біз бастап жаза берейік болсын, жалпы біз алайық болсын. Бірінші мен мысалы ашығудағы өзгерістер дедім, өзімде болған өзгерістер. Сен келген кезде негізі оның алдында да сен ашықтың ғой. Бір рет бір рет ашықтың, бірақ өзі бұндай ашық емес. Саған мен күнделікті жаңағыдай тамақ жеп жүріп салмақ тастау, ол жерде неше күн ұстадың оны? Мен былайынша бір сөйлесіп қалған кезде айттыңыз да, бір мезгіл тамақ жесей дедіңіз, сонымен мен 30 күнде 10 келді тастады, 11 келді тастады. Яғни ол любой тамақ жейсің, бірақ мезгіл болды. Түсте ғана жедім. Ол былайынша кеңес қой енді. Енді сен кеше енді 40 күнге кірдің ғой. Полный. Вечерно. 15-ші диагноздарды бәрін шештік. Диагноздардың нелердің барлығын түсірдік УЗИ-ға. Ішкі құрылыстың бауыр ішкі құрылыстың барлығын түсірдік, анализдерді тапсырдық. Енді осы 40 күн ішінде бірінші курста, осы ашылу курсы, саған өзіңе қалай әсер етті? Ең бірінші плюсы. Көп плюс ғой. Ең бірінші мен машинаның баллонына отырып жумайтын едім ғой, мен қарным тіреп. Машина жуатын болдым ғой. Шаң-шаң болып жүре беретін едік, соны жаңағыдай баллондарын отырып жуып сондай. Негізі сосын ол енді әзіл ғой. Екінші, мысалы мен қаным тазарды. Мен қан тазарғанын байқадым. Өйткені мысалы қолымды бірдеңе кесіп кеткен кезде бір тамшы шықса шығады, шықпаса орнында қатып қалады, солайынан жүре беретін. Енді қайсы күні мысалы жұмыс істеп жатып мен концножмен қолымда тілеп алдым да, сол кезде мысалы бір тамшы, екі тамшы кәдімгідей бүйтіп тамшылап сөйтіп қан шыға берді. Сосын бүйтіп бір кесекке бүйтіп далада үй жақта жағып қойдым, ол дәрмен бүйтіп ағып қатып қалды да. Негізі бұл сұйық болып бүйтіп кірпішке сыртта бүйтіп ағу деген ондай болмайтын тұғын негізі. Яғни қаның сүйілді, иә? Светлый қызыл еще. Қанның качествосы жақсы. Ол сосын екіншісі бір тікен кіріп кеткен кезде де орнынан қан шығып, екі тамшы сол тікеннің орнынан қан шығып сөйтіп жатады. Ондай оғышын болмайтын тұғын негізі. Тікеннің орнынан қан шығу деген нәрсені мен сол өткенде көріп ойламайтын. Уже мына ашығудың 20 күннен асып кеткеннен кейін осы жақында сондай нәрсе болды. Бұлардың барлығы, яғни жаңа сенің еркін отырып тұруың, мысалы ше, жаңа машина негізі ол былайынша сендерше ол айшинақ нәрсе болып көрінеді ғой. Бірақ негізі адам еркін отырып тұра білу керек қой, қарны тірелмейінше. Негізі, яғни еркін отырып тұру, өзіңнің жаңағы өз қолыңмен машинаны жуа білгеннің өзі, это уже улучшение, сен вперед алдасың деген сөз. Мынау қаның ол тоже қолыңмен ұстап өзің көзіңмен көргенің, яғни қанның сұйылуы, яғни қалыпта қою, негізі обычно қою болады ғой, жаңа сен айтып тұрдың ғой, қараған болады ғой былайынша. Қара уже состояниесі содан бөліне береді. Қызыл қара болып тұрады. Одан бөлек. Одан бөлек мен сізге футболканы алып келіп көрсетейін ба? Осыған 40-тан ашыққанға дейінгі футболкаң ғой. Сіресіп жүретін еще, хап еттейсің ғой. Топик болып тұратын тұғын ғой. Мынау мысалы үстіндегі қазір мынау брикс, мынау 3X па, ұмытып қалып қандай размер екен. Несінде жағасындағысы түсіп қалған ғой деймін. В общем, мынау мынандай ғой. Мынау мысалы бір жақтың иық сызығына қойсам, мынау мысалы келеді да. Майынша бір қарыс кішірейіп тұрсың ғой. Бір қарыс. 18 килограмм тастау, беселі. Бір қарсы тастап тұр. Қазір шешсек масқара болар енді. Пока что шешетіндей жағдайға жеткен жоқпын әлі. Бірақ сонда да үлкен жетістік деп ойлап тұрып. Үлкен қап сияқты мынандай футбол. Қазіргі түрін басқа. Қазір просто XL киіп жүрсің қазір. 1X қана киіп, 1X деп. Негізі өткенде киген футболкаңда 3XL, 4XL болды. Бастаған кезде 3-4X болды. Ол енді үстіндегі 1X, бірақ бұның өзі мол емін еркін. Енді қыспай жаңағыдай не қып тұрсын деп алғанмын ғой. Жақсы, бірақ қалай өтті ашығу? Ашығу мен өзім білдірдім, мен мойындаймын, ойбай, сұмдықпын демеймін, жеп қоямын, жаңағыдай асқа шақырады, бірдеңе қылады. Бұған дейін де жеп қойған адамсың, анау дастархандағының бәрі түріңе қарап күлімсіреп тұрады. Сосын ренжітпейінші деп қоясың, сонымен сол ренжітпейінші құртты мені негізі. 5 рет бұздым ғой, 5 рет жедім ғой, 40 күннің ішінде емін еркін жеп кәдімгі бұрынғыдай. Бірақ мына соңғы кездердегі жегенім уже бастапқы кезде мен диета бұзған кезде 4-5 келі қосып алатын тұғым. Соңғы кездері жегенім мен 3 келі қосамын. 3 келі, 2 келі, 3 келі ғана болды. Өйткені уже соңғы кездері байқадым, мен 3 помидорды мен толық тауыстым, бірақ
кәдімгідей маған ауырлық қылды 3 помидор. Базар жаққа продуктіге барасың, сөйтесің да, мысалы әдейі бір көзіме ұнаған үшеуін жедім, бірақ үйге келген кезде үйге жолда келатқанда уже кәдімгі ішіңе бірдеңені зат салып қойған сияқтанып сөйтіп бірыңғай сорпада жүрген адамға 3 помидордың өзі кәдімгі ауырлық. Ашылу кезінде мысалы сорпа іштің ғой сен. Сорпа іштің, қарның ашу болды ма сенде? Негізі вообще. Жаңағы ол жеп қою көздің адамның өзін тоқтата алмауы ол. Көздің қызығушылығы бөлек нәрсе. Действительно жаңағы талып құлайтын, әлсірейтін жаңағы жүре алмау деген ол бөлек нәрсе. Мысалы адамдар ойлайды, мен ашықсам қалай өмір сүремін, қалай жүремін, мен құлаймын, өлемін деген сияқты эмоция болады да адамдарда. Енді менің саған өзіңе қойып берген ашылу түрі ол өзіңе арналған ғой. Әр адамның өзіне арнайы болу керек. Сол кезде осы 40 күннің ішінде қарның ашып талып құлайтындай жағдай болды ма? Жоқ. Мен ондай көзім аларып, ойбай әлсіреп тұрмын. Сен еще полноценный жұмыс жасап жүрдің ғой, стройка. Мен суағарым бар, қаншама тіршілік көп болды. Мен су жүргіздім, қаншама пластик труба асты, ыстық күнде далада постоянно жүрдім. Мен андай ойбай қарным ашып қалады деп мен жаңағы салқын жерге көлеңкеге кіріп жатып алған жоқпын мен. Таңның аты күннің басы далада тентіресің деп жүресің, ананы апарып тасташы, ойбай мынандай құртмай сұрап жатыр екен. Ондай газ толтырып әкеліп қоя сал, қазан ошақ деген сияқты жүре бересің ғой, шаруа көп. Даже демалып жатқан жоқсың. Ешқандай мен басып жаңағыдай көт басып дей ма, сөйтіп отырған жоқпын ешқандай. Нарушение сенде чисто өзіңді ұстай алмағандықтан, алдыңда сені, яғни миды жеңе алмау ол. Мен нәпсім жеңе алмадым, ұстай алмадым өзім. 5 нарушение. Сол 5 нарушение болмаған кезде неше 25 килограммға дейін ұстауға болатын тұғын. 120-ға түсіп тастауға болатын тұғын. Мен просто ұстай алмадым өзімді. Қазір 18-ге 400 тұр. Яғни ойнап жүріп, нарушение жасап, арасында ішіп жеп алып, 18-ге 400 ұстаптасың. Сондай болып тұр. Бұл жаңағыдай бір қарным ашып, жаңағыдай көзім қарауытып, құлайын деп, ондайдан емес. Ол ондай өзі жаңағы аштықта жер сжигает деп айтады ғой, жаңағы энергияны өзіндегі. Дополнительно екінші фазада өзіңнің майыңды қолданған кезде адамның қарны ашпайды. Негізі дұрыс ашыққан кезде. Адамдар мысалы сен өзіңде таныстарың бар, өз бетінше ашыққан адамдар білесің, иә. Дұрыс ашықпаған кезде адамның денесінен жаман иіс шығады. Сыртқа неше түрлі нәрселер шығып кетеді. Ол яғни дұрыс ашықпаған кезде адам өзін-өзі улайды. Сен клизма жасап отырдың ғой? Күнде 2 рет азында кешке. Клизма жасаған кезде, бірақ қарамадың. Ең жаманы сол ішіңнен шыққандарға қараған жоқсың, иә сен? Ол унитазға отырып, жаңағыдай ыдысқа отырып неғам жоқ. Бір-ақ рет қана мен бастапқыларында енді көрдім, былай не түсіп жатыр деп қарап, бірақ андай слиз нәрсе бір жаңағыдай күтіп алатындай қарап неғған жоқ. Енді бастапқы бір 10 күнде менде болды, жаңағыдай өзім көзіммен көрген нәрселер. Сосын мен кейініректе бір орта тұсында бір айттым ғой, бір 4 сантиметрдей бір қызыл бір жараның бет сияқты бір қан сияқты бір нәрсе түсті. Білмеймін ол не нәрсе екенін, бірақ оған мән беріп неғған жоқпын. Ашырып жүрген кезде сосын бастапқыда бірінші 2 күндікте құп-қоңыр кәдімгі шоколад сияқты бірдеңе тастадым мен. Домалақ па? 2 күн. Домалақ па? Жоқ, қою кәдімгідей қоймасаң іш кеткен сияқты 2 күн шоколад сияқты құп-қоңыр, қара қоңыр кофе сияқты бір нәрсе тастадым. Сосын одан кейінгі 5 күн жасыл суындай жалғаяқ сияқты бір нәрсе. Жасыл, көңіл жасыл болады, кейбір кезде ашық жасыл болады. Сол ашық жасыл. Яғни тазара бастаған кезде болады. Сонан кейін уже бауыр тазара бастағанда уже қап-қара болып шығады. Жоқ, 5 күн, сол 2 күн шоколад, 5 күн жасыл су. Одан кейін 7-8 күндері, бір аптадан кейін, бір анау клизмада отырған кезде бір қойдың құмалағы сияқты бір сар етіп келіп, фыт-фыт деп түсіп қалатындар бар ғой. Сол нәрсе басты ауыртатын сол ғой негізі, көбінесе. Сондай бір нәрсе болды, сондай қатты бір. Ол каловый камни, ол улайды адамды. Іштен улап жатқан кезде, улайтын нәрсе сол домалақ каловый камни болады. Домалақ қойдың құмалағы сияқты түскен кезде. Ол еще ол 1 күндік емес, 5 күн бір емес, ол жылдар жиналған кезде сондай болып шығады. Тек ашыққан кезде ғана осы нәрселер өз еркімен шығады. Дәрі-дәрмекпен немен ол тек бер жағы шығады, ар жағына шығарамыз ғой. Дәріні білмеймін, ол дәрі деген нәрсеге сенбеймін. Ешқандай ештеңе ішкен жоқпыз дәрі-дәрмек.
жоқ ешнәрсе ішкен жоқпын. Система, дәрі, аллаға шүкір, ол 40 күн бойында бір жерім ауырып дәрі ішетіндей бір қажеттілік болсын болған жоқ. енді симптомдар сенің организміңде ем жүрді ғой гангрени кезде. Сол кезде неше жерді қандай органдарды қозғады сенде белгілер болады. Сен айттың ғой маған бауырды шамалы 20 минут дедің. Қозғаған жерлер әр жерде не қозғады, қай органдарын? Бауыр мен асқазан қозғады. Қозғағанда негізі ол менің өзімнен болды. Негізі ол қозғау себебі мен өзім сварка істедім. Обычно сасық бірдеңе адам адамның іші ауырады ғой сасықта. Сол асқазаннан бұрын менде бір 20 минуттай бауырым бүріп бүйтіп ысып тұрған сияқты болып сөйтіп тұрды да кейіннен мен асқазанға ауысты, ол бауырым қойды да асқазаным сөйтіп бүріп ысып тұрған сияқты болды. Бір 20 минут, жарты сағаттай. Бас аяғы бір 40-50 минут сондай бір ішімде бір түрлі болып тұрды да кейін сол 1 сағатқа жетпей қайтадан қойып кетті. Аяқ қақсау, буын қақсау дегенде ештеңе болған жоқ. Жоқ, ешнәрсе болған жоқ. Аллаға мың да бір шүкір. Бірінші 40 күн сенде свободно ешқандай несіз өтті, иә? Мен ешнәрсем ауырған жоқ. Чисто веспен айналыстық десе бірінші 40 күн. Иә. Сондай болды. Тек мен өзім бір сағаттай жаңағы туысқанның Азекеңнің барып несін дарвазасын сұқпаған темірін топсасын өзелтетіп мындай бір темір бар деп сөйтіп сваркалап бердім. Сол бас аяғы 1 сағаттық жұмыс болды. Сол сваркадан кейін сондай болды. Бірақ байқадым мен сол бұрын өйткені ашыққанға дейін де жаңағыдай сасық бірдеңенің есінен ішім ауыратын тұғын. Содан сол есіме түсіп кетті. Жаңа мен сол түтіннен болды ау дедім. Мен соответственно кетіп қалды. Басқа ешнәрсе болған емес. Басқа айтатын не бар? Сосын туфлиға аяғым еркінсиді ғой. Өткенде даншалардың тойына аяқтың размері кішірейді. Сол сол аяқ не. Мен бір жағынан ойлап тұрмын, неға қойсам ба камераны деп ше. Көзім түтін жағына. Өзің біл. Или нормально тұр ма екен? Мен вообще оны байқамайды екенмін сен айтып жатқан кезде барып тұрады.